Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін осындай өте дәмді, бір жасағаннан сәтті шығатын, дәмі сочный және де қамыры езілмейтін осындай дәмді мантылардың жасалу жолын ұсынатын боламын. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Ең алдымен қамырды елеп алатын боламын. Ол үшін қамырдың үстіне бір жұмыртқа қосып және де жылы су қажет болады. Жылы суға 2 ас қасық тұз қосып, жақсылап араластырып, оны да үстіне қосып, сумен жұмыртқамызды, яғни жұмыртқалы массамызды жақсылап тұрып, тағы да араластырып, үстіне 2 ас қасық өсімдік майын құйып, барлығын біркелкі болғанша араластырып алып, әрі қарай осылай жып-жұмсақ қамыр елейтін боламын. Қамыр қолымызға қатты жабысып қалмау үшін ең алдымен осылай шағашқаның көмегімен жақсылап тұрып араластырып алып, әрі қарай қолыммен мыжғылап тұрып, жып-жұмсақ қолға жабыспайтын қамыр елеймін. Яғни орташа тығыздықта қамыр болу қажет. Айтпақшы, бұл қамырды кез келген тамақ түріне пайдалансаңыздар болады. Бір сөзбен айтқанда, универсальный қамыр. Мен бұл рецептпен барлық қандай қамырдан жасалған тамақ жасасам да, осы рецепті пайдаланамын. Сондықтан сіздер де сақтап пайдаланып көріңіздер. Әрі қарай елеп алған қамырды пакетке орап, 1 сағатқа бетін жауып қалдырамын. Осы уақыт аралығында салмасын дайындаймын. Ол үшін тартылған ет, яғни фаршты, оның үстіне сақтап тұрылған пиязды және де картошканы және де қойдың іш майын, менде бұл қатып тұр, және де асқабақты қостым. Сіздер кез келген өздеріңізге ұнаған көкөніс түрін пайдалансаңыздар болады. Және де дәміне қарай тұз бұрышын қосып, жақсылап тұрып барлығын біркелкі болғанша араластырып аламын. Барлық қажетті құрамды описание бөлімінде қалдырамын. Айтпақшы достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналымнан әртүрлі тәтті дәмді пирогтардың, ыстық тамақ түрлерінің әртүрлі сізге керекті рецепттер болып қалуы мүмкін. Сондықтан маған тіркеліп алыңыз. Әрі қарай 1 сағат бойы тынып тұрған қамырды алып, бірнеше етіп зуалаға бөліп алып, осылай жұқа етіп оқтардың көмегімен жайып алатын боламын. Қараңыздар, қамыр мүлде бір-біріне жабысқан жоқ, және де жыртылмай осындай өте созылмалы, өте күшті болып шықты. Енді бұл қамырды өзімізге, яғни манты түйуге ыңғайлы етіп, бірнеше бөліктерге пышақтың көмегімен бөліп алатын боламын. Осылай барлығын дайындап алып, әрі қарай салмасын қатты толтырмай, 1 қасықтан осылай барлығын салып, түйіп шығатын боламын. Осы уақыт аралығында мантыны пісіру үшін суларыңызды қайнатып, алдын ала дайындап қойсаңыздар болады. Осылай барлығын түйіп алып, мантаварканың бетіне өсімдік майын жағып, астына жабысып қалмау үшін осылай барлығын рет-ретімен жақсылап тұрып орналастырып шығатын боламын. Осылай барлығын дайындап алдық. Енді мантаваркада 40-45 минут аралығында бетін жауып қалдырамын. Қараңыздар, мантылар дайын болды. Осындай өте дәмді, сочный болып пісті. Манты піскеннен кейін 20 минутқа бетін жауып, тағы да қалдырыңыз. Сол кезде осындай қамыры жұмсақ болып, өте дәмді болып шығады. Осылай сізде дайындап көріңіз. Сіздермен болған тәтті рецепттер жинағы. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, мені қолдап отырыңыз. Каналыма тіркеліп алыңыз, себебі каналымнан әртүрлі тәтті рецепттерді таба аласыз.